Бұл оқиға басты кейіпкер Гийомның жаңа мектепке келуінен басталады. Оның қатаң мұғалімі басқаларға Гийомның бала кезінен үздік оқушы болғанын және халықаралық олимпиадаларда бірнеше алтын медаль жеңіп алғанын айтады. Гийомның сыртқы келбетінен оның жағдайы онша емес екені байқалады. Ата-анасымен сөйлескеннен кейін ол бөлмесіне барады. Көп ұзамай әкесі үйге. Әкесінің келгенін естіген Гийом мазасызданады және математика есептерін өте жылдам шеше бастайды. Гийом ішінде терең, айтылмаған ауыртпалықты алып жүреді. Бір түні бәріне шыдай алмай, ол үнсіз жылап, барлығынан қашқысы келетінін армандайды. Келесі күні мектепке келгенде, ол сыныпта бір оқушының ұрылып жатқанын көреді. Сыныптың қорқытып үркітетін оқушысы, Хон бір сыныптасын қайта-қайта ұрып жатыр, дәл Гийомның әкесінің әрекетіндей. Бұл Гийомда бір нәрсені оятады. Ол Хонға айқайлап, оны атымен шақырып тоқтатады. Бұл сыныпта алғаш рет біреудің Хонға қарсы шығып, әсіресе бүкіл сыныптың және дәліздегі көптеген оқушылардың көзінше болған оқиға еді. Гийом, енді сен менің айтқанымды тыңдайсың дейді. Ол Хонның телефонына өз нөмірін сақтап, хабарласқанда дереу жауап беруін талап етеді, әйтпесе салдары болатынын ескертеді. Содан кейін Хоннан әмиянын шығаруды сұрап, ондағы барлық ақшаны алады. Келесі күні мектепке бара жатқанда Хон Гийомға хабарлама жібереді, бірақ Гийом жауап бермейді. Сыныпта Гийом құлаққап тағып, оқуын жалғастырады. Хон келіп, оның басын түртіп, неге жауап бермедің деп ашулы сұрайды. Гийом кешірім сұрайды, бірақ кенет ашуға беріліп, Хонды қатты ұрады, бұл бәріне таңғалдырады. Хон да есеңгіреп қалады. Сыныпта ұйықтап жатқан Инги есімді оқушы оларды байқайды, ол оқиғаның екінші басты кейіпкері. Ешкім олардың арасына араласуға батылы бармайды. Біраз уақыттан кейін Гийом Хонның мойнын босатып, Уокмен мен құлаққаптарын тағып орнына қайтады. Хон қайтадан шабуыл жасауға тырысқанда, Гийом тез екі соққымен жауап береді. Гийом ешкіммен төбелескісі келмейтінін айтып кетіп қалады. Академияға бара жатқанда ол Хонды жеңгенін есіне алып күлімдейді. Алғаш рет біреуді ұру оған жақсы сезім сыйлайды. Академиядағы сабақтан кейін кетуге дайындалып жатқанда Хон оны тоқтатып, бұл әлі біткен жоқ, дайындал дейді. Гийом кешегі үшін кешірім сұрап, төбелескісі келмейтінін айтады. Сол кезде Инги келіп, сен төбелесуің керек. Хон өзінің қорқынышты досы Джунды алып келеді дейді, және төреші болуды ұсынады. Гийом кешірім сұрағанын, төбелескісі келмейтінін қайталайды. Бірақ Джун оны сүйреп қатты ұрады, бұл Гийомның ашуын тудырады. Біраз уақыттан кейін Гийом сөмкесінен Уокмен мен құлаққаптарының жоғалғанын байқайды. Хон қоңырау шалып, оларды алуға келуді айтады. Ашуға булыққан Гийом жүгіріп шығады. Инги соңынан еріп, оған кеңес береді. Гийом Джунның шабуыл стилін талдай бастайды. Тағы екі соққы алғаннан кейін, ол Джунның әдісін түсініп, алғаш рет жалп беріп, Джунның бетіне қатты соққы жасағанда, Джун да, Хон да қорқып кетеді. Гийом Уокменін қайтарып алады, Хон қорқып, оны беріп, қашып кетеді. Гийом құлаққаптарын тағып, тынышталады. Кір жуып жатқанда Инги, сенің төбелес стилің жаман емес дейді. Академияға жеткенде, Гийом әкесінің мұғалімдерге айқайлап жатқанын көреді. Бұл оны одан сайын ашуландырады. Бірақ Джунды жеңгені туралы ой оған аздап жеңілдік береді. Кейін екінші курс қорқытпашыларының көсемі Джун мен оның достарын ұрып, Джунды бірінші курс оқушысына жеңілген үшін сөгіп, бізді осылай масқаралауға қалай батылың бар. Бүгін оған сабақ беріп тастайсың дейді. Гийом төбелескісі келмейтінін, мәселені сөйлесіп шешкісі келетінін түсіндіреді. Сол кезде Джун оған велосипедтің таяғымен шабуыл жасап, басынан ұрады. Инги дүрлігіп, жедел жәрдем шақырып, Гийомды ауруханаға жеткізеді. Гийом оянғанда бәрі оның сыныптағы рейтингін сұрайды. Инги, мен оқудан нашармын деп, велосипедпен кетіп қалады. Гийом әкесінен кешірім сұрайды. Әкесі, өзіңе қамқор бол. Оқуың маңызды дейді. Ауруханада бір қыз оның мектеп формасын танып, бір мектептен екенін біледі және Гийомға келгені үшін алғыс айтады. Джун Гийомның жағдайын сұрайды. Анасы оның жақсы екенін, ауыр жарақат алмағанын айтады. Гийом Джунға мәселені осы жерде аяқтап, шиеленістірудің қажеті жоқ екенін айтады. Джун, мектепке келудің қажеті жоқ еді, енді тыныш жүр дейді.
Гийом сыныпқа үнсіз кіреді, бірақ түскі үзілісте екінші курс көсеміне кешірім сұрап, Ингидің кінәлі емес екенін, жазаланатын болса, өзі жазалануы керектігін айтады. Көсем Ингиге қасқа тұруды бұйырады. Сол кезде Гийом таңғалдырар сөз айтады. Бұл мәселені аяқтайық. Мен бәріңді жеңемін. Көсем мен оның адамдары таңғалады. Олар Ингиден, егер оны жеңсем, қанша адам қалады? Деп сұрайды. Инги, екеу ғана деп жауап береді. Гийом, онда олардың ойынын аяқтайық деп көсемді кері итеріп жіберетін соққы жасайды. Көсемнің адамдары Джонды ұра бастайды, ал көсем Гийоммен төбелесуге тырысады. Бірақ Гийом оның таяғын алып, бетінен ұрып, таяқты сындырады. Джон қашып кетеді, бірақ екінші курс қорқытпашысы үшінші курс ағаларына Гийом туралы хабарлайды. Үшінші курстың екі көсемі, Нам және Сион, бұл туралы естиді. Гийом жарақаттарына байланысты ақсап жүр, бірақ сабаққа барады. Нам оған көмектесіп, жылы сөйлеп, өзіңе қамқор бол дейді. Гийом, егер төбелескің келсе, бүгін аяқтайық деп жауап береді. Нам, бүгін көңіл күйім жоқ, бірақ сен талап етсең, үйге аяғыңмен қайтпайсың дейді. Сол кезде Гийомның әкесі келіп, сен жараландың. Толық сауыққаннан кейін ғана төбелес туралы ойла дейді. Дегенмен Гийом толық сауықпай-ақ үшінші курс қорқытпашыларына барады. Нам оны келемеждеп кола ішіп отырады. Гийом Намның коласын төгіп, бұл соңғы ескерту дейді. Нам кешірім сұрауға уақыт береді, бірақ Гийом, бітірейік, маған оқуға қайту керек дейді. Төбелес басталады. Нам басында үстемдік етеді. Гийом оның тобының шабуыл әдістерін түсінуге тырысады. Намның қатты соққылары Гийомды жерге құлатады. Бірақ Гийом есін жиып, Ингиге қасқа тұруды айтып, бұл менің қарсыласым деп, Намның шабуылдарын тойтарып, тиімді қарсы соққылар жасай бастайды. Сион төбелеске араласады, бірақ Инги оны теуіп, сен онымен айналыс, мынаны маған бер дейді. Сион Гийомның қолын қайта ұстайды, бірақ Гийом орнынан тұрып, оның бетіне теуіп, босатады. Кетер алдында Гийом бәріне ескертеді. Егер біреу бірінші курсты қорласа, өкінесіңдер. Сыртта Гийом мен Инги жараларына дәрі жағады. Инги, сен мектептегі барлық қорқытпашыларды жеңдің, енді тыныш оқи аласың дейді. Бірақ Гийом үшін төбелес өте жақсы сезімге айналды, ол барлық жағымсыз эмоциялар мен ашуын шығаратын жол тапты. Сондықтан ол одан сайын қатты жаттыға бастайды. Алайда академияда оқуға назар аудара алмай, мұғалімдер оны жиі сөге бастайды. Бір мұғалім тіпті жақын келіп, басынан ұрып, сөгіп жатқанда Гийом қатты ашуланады. Ол мұғалімнің қолын қатты ұстайды, бірақ ашуын басып кешірім сұрайды. Бұл мектептің химия зертханасында болады. Гийомның әкесі өте ықпалды адам болғандықтан, оқиғаны апат ретінде жасырады. Көптеген кінәсіз оқушылар қорлық көргендіктен, Инги, неге бірігіп, оларға сабақ бермеске? Деп ұсынады. Гийом ештеңе демейді. Сол кезде әкесінен қоңырау түсіп, ол кетіп қалады. Сол түні Гийом әкесімен бірге ықпалды адамдар қатысатын жоғары деңгейдегі кешке барады. Сол жерде біреу Гийомның ұлы біреуді мүгедек етіп тастағанын айтады. Мұны естіген әкесі оны бір жаққа алып кетіп, қатты сөге бастайды. Гийом, мен өз көзіммен көрдім, намияп қыздың аяғын әдейі қышқылмен күйдірді дейді. Бірақ әкесі оны сөгіп, үндемеуге мәжбүрлейді. Гийом алғаш рет әкесіне қарсы шығып, неге мен солай істеуім керек? Мен ондай жаман адамдар сияқты болғым келмейді дейді. Сол кезде біреу намияптың атын атайды. Екі маска киген адам кенет пайда болып, бәрін видеоға түсіріп жатады. Бұл бірнеше рет қайталанады. Намияптың аты аталғанда маска кигендер келіп, бәрін жазып алады. Біреуі, мен бәрін жазып алдым. Бұны жасыру үшін бір ғана қызмет керек, бізге көмек қажет болғанда, келесің дейді. Джей, мені қорқытып жатырсың ба? Деп жауап береді. Мұғалім мұны естіп, Гийомның әкесіне шағымданады. Үйге келгенде әкесі Гийомды емтиханнан өте алмаса, жақсы медициналық колледжге түсе алмайтынын сылтауратып, оны ұрады. Гийом үндемейді, бұл әкесін одан сайын ашуландырады. Тағы ұрмақ болғанда, анасы араша түсіп, сен тағы сол қателікті қайталап жатырсың, үлкен ұлыңа істегеніңді қайталап жатырсың. Гийомға тым қысым жасама. Егер ол да ағасы сияқты болса ше, дейді. Бірақ әкесі қателескенін мойындамайды. Анасы Гийомды бөлмесіне жібереді. Келесі кеште Инги мен Гийом кезекті қорқытпашыны нысанаға алады.
Кюн есімді жаңа қорқытпашы екі баланы өз тобымен қорлап жатыр. Гийом мен Инги маскалар киіп, оларды бір-бірлеп ұра бастайды. Қорланған балалардың бірі бәрін видеоға түсіре бастайды. Кюн таяқ алып, Гийомға шабуыл жасайды. Гийом қатты ашуланып, Кюнді аяусыз ұра бастайды. Ол әлі де бұрынғы оқиғалардан ашулы еді. Тоқтамай таяқты алып Кюнді ұрмақ болады. Инги оны тоқтатып, біз олар сияқты қорқытпашы бола алмаймыз дейді. Бірақ Гийом Ингиді итеріп, таяқты Кюнге емес, оның үстіндегі қорапқа ұрады. Төбелестен кейін Инги, бүгін саған не болды? Неге Кюнді сонша қатты ұрдың? Деп сұрайды. Гийом, өйткені ол жаман. Ондайларды осылай жазалау керек, әйтпесе қайта оралады. Оларды жойған дұрыс деп жауап береді. Инги олардың қорқытпашылардан өзгеше екенін түсіндіруге тырысады. Бірақ Гийом оғаш күлімсіреп, сондықтан бәріне көмектесеміз. Оларды өлтіру арқылы дейді. Сол кезде Ингиге Джейсонның анасынан қоңырау түседі. Ол Джейсонның есін жиғанын айтады. Инги қуаныштан жылап, досына алғыс айтып, ауруханаға жүгіреді. Бұл оның шешімін одан сайын күшейтеді. Гийомның әкесі күннен күнге ашуланып барады. Гийом, ағам неге құлақ қапты жақсы көрді, білесің бе? Олармен ол сенің келемеждеріңнен, сөгуіңнен, сенен құтылатын. Ол сен жоқ жерге кеткісі келді дейді. Гийом тыныс ала алмай, мойнын ұстап қиналып жатқан сияқты көрінеді. Бірақ шын мәнінде ол түсінде ағасының оны әкесінің қатыгездігінен құтқаруға тырысып, мойнынан ұстағанын көреді. Гийом ағасының қолдарын итеріп, оның тағдырын қайталағысы келмей. Төбелес басталады. Гийом мен Инги бәрін бір-бірлеп құлатып жатыр, бірақ олар тым көп. Біреулерді құлатса, басқалары қайта тұрып шабуылдайды. Екеуі де шаршайды. Бір сәтте екеуі де қатты соққалады. Инги босанып қалғандарды ұра бастайды, бірақ Пидоға шабуыл жасағанда Пидо оны жеңеді, өйткені Инги әлсіреп қалған. Инги, бәрі кек алу үшін болды. Енді түсіндім дейді, бірақ шындықты ертерек айтпағанына сәл ашуланады. Ол Джуннан сол түні оның үйінде қалуға болатынын сұрайды, өйткені Гийом қоңырауларға жауап бермей. Бұл Гийомның әкесін одан сайын ашуландырады. Ол Гийомға жеке репетитор жалдаған, бірақ Гийом үйге келмегендіктен репетиторды жіберіп қояды. Осы кезде Питер видеоны желіге жүктейді. Сабақ кезінде Кюн Ингимен әлі сөйлеспеген. Гису мектепке келіп, музыка бөлмесіне кіреді. Онда Намның тобы бір жігітті қатты ұрып жатыр. Нам тобымен бірге келеді. Гису оларға Ингиді шақыруды айтады. Нам өзінше менменсіп, неге шақыруын керек? Дейді. Гийом мен Инги музыка бөлмесіне жетеді. Гийом кіре сала, уақыт аз, тез аяқтайық дейді. Бірақ Инги, бұл менің нысанам. Мен онымен төбелесемін деп Гисуды жекпе-жекке шақырады. Гису Ингидің өткенін келемеждеп естеліктерді оятады. Орта мектепте Гису мен оның тобы Инги мен Джейсонды қатты қорлап, күнде ақша келуді талап ететін. Әкелмесе ұрып соғатын. Бір күні Инги ақша әкелген, бірақ Джейсон әкелмеген, сондықтан олар Джейсонды ұра бастайды. Гису Ингиге кетуді айтады. Инги Джейсонды алып кетпек болғанда, олар қорқытып, Джейсонды кетуді айтады. Инги біраз жерге барып тоқтап қайта оралады. Сол кезде Гису мен оның тобы Джейсонды ғимараттың төбесінен іліп, Ингидің көз алдында оны құлатып жібереді. Осы себепті Инги жаттығып, төбелесуді үйреніп, Гисудан кек алуға бел буады. Қазіргі уақытқа оралсақ, төбелес басталады. Инги алғашқыда бірнеше соққы жасайды, бірақ Гису тез басымдылық алып, оны қатты ұра бастайды. Мұны көрген Гийом араласып, Гисуды жекпе-жекке шақырады. Алғашқыда Гийомда қатты соққы алады, бірақ бірнеше рет шабуыл жасайды. Алайда уақыт өте келе ол қарқынын сақтай алмайды. Гису оны аяусыз ұрып, тіпті көтеріп, жерге қатты лақтырады. Гийомның бір қолы сынып қалады. Гису Ингиге Гийомның жараланған қолын көрсетіп, келемеж дейді. Міне, досың сен үшін не болды? Бірақ бұл да Гисуды қанағаттандырмайды. Ол гитараны алып, Гийомның аяғын сындырмақ болады. Сол кезде Джей пайда болып, бәрін тоқтатуды талап етеді. Гису, сенің аймағың туралы көп естідім, бірақ тоқтамасам, не істейсің? Дейді. Джей, тоқтамасаң, өлесің деп жауап береді. Гису Гийомға, қайта кездесеміз деп, оның Уокман мен құлақ қаптарын алып кетіп қалады.
Гийом ауруханада оянады, ата-анасы сол жерде. Әкесі ашулы болып, Ингиден не істегендерін сұрайды. Гийом, бұл намияптың кесірі. Ол сол кеште айтқан сөздерім үшін кек алуға адамдарын жіберді дейді. Бұл әкесін үнсіз қалдырады. Әкесі кеткеннен кейін Инги кешірім сұрайды. Гийом, кешірім сұраудың қажеті жоқ. Бұл сенің кінәң емес. Мен оны жеңгім келді. Ол менің уокманымды алды, бұны кешірмеймін дейді. Инги, бұны тоқтатайық. Енді төбелесудің қажеті жоқ дейді. Гийом, сен оны жеңе алмайтыныңды білдің, неге төбелесті бастадың? Деп Ингиді үнсіз қалдырады. Келесі күні Инги мектепке барғанда Гийомның әкесін көріп, Гийомның жағдайын сұрайды. Әкесі, Гийом сауыққан соң ақшқа кетеді. Онымен байланыспа дейді. Инги бұған қатты ренжиді. Ол досы Джейсонмен бәрін талқылау үшін ауруханаға барады. Осы кезде Гийом түс көре бастайды. Онда оның ағасының оқиғасы көрсетіледі. Әкесі ағасына одан да қатаң болған, оқудағы ұсақ қателіктер үшін ұрып соғатын. Ағасы бірде мен енді оқи алмаймын деген, бірақ анасы ештеңе істемеген. Бір күні ағасы Гийомға уокман мен құлаққаптарын беріп, шынайы кешірім сұрап, үнсіз кетіп, енді оралмаған. Түсте анасы жылап, менің кінәм. Әкеңді тоқтатпадым. Сендер көп қиналдыңдар, мен ештеңе істемедім деп кешірім сұрайды. Кенет ол кеудесін ұстап, ауырсынады. Ол әкеге түсіндіруге тырысады, бірақ ол түсінбейді. Анасы Гийомның шатырға шыққанын, шетінде тұрғанын айтады. Оның неге бұлай сезінетінін түсінбейсің бе? Дейді. Бірақ ол әке қателескенін мойындамайды. Басқа бір көшеде бір бала Джейдің басынан ұрып, қан шығарады. Басқалары оның иығын қайта-қайта ұрады. Дегенмен Джей бәрін жеңіп қашып кетеді. Гийомның анасы оны жаңа пәтерге алып келіп, улы әкесін тастап, жаңа өмір бастайды. Инги Джеймен кездесу үшін ауруханаға барады. Джей, мені аяғаныңды білемін, бірақ оның қажеті жоқ дейді. Екеуі қуанышпен тамақ ішеді, бірақ Инги, досы ақшқа кетпес бұрын, Гийомның уокман мен құлаққаптарын қайтару үшін Гисудің үйіне барады. Гису оны қайта жекпе-жекке шақырады. Гийомның анасы ұзақ уақыт бойы денсаулығына байланысты дәрі ішіп жүрген. Ол мұны айтып, дәрігер мен полициямен бірге ауруханаға баратынын хабарлайды. Бірақ кетер алдында анасы адвокатына қоңырау шалып, Гийомға уәде береді. Джей уокманды жөндегенін, енді Гийом шынымен музыка тыңдай алатынын айтып күліп қоштасады. Гийом алғаш рет сол уокманмен музыка тыңдайды. Келесі күннің көрінісінде Гийом бірнеше соққы мен тебуден кейін күлімсіреп, ұшатын тебіс жасайды. Бірақ Гису тез есін жиып, оны қайта ұра бастайды. Басқа оқушылар жиналып, видео түсіреді. Инги Гийомға қайта-қайта қоңырау шалады. Гийомның ойында әкесімен өзі ауысып, оған ашуланып, соғуды жалғастырады. Тынышталу үшін құлаққаптарын тағып, тағы бір соққы жасауға барады. Сол кезде әкесімен Инги келеді. Жылап, анасы ағасы туралы айтады. Гийом автобусқа отырады, онда Инги отыр. Инги келіп, қасына отырып, мені бәрібір шығарып жіберетін еді, сондықтан бірге барайық деп ойладым дейді. Осымен оқиға аяқталады.